талаптарыңызға сәйкес бүгінгі күнде де осы тікелей эфирді жүзеге асыруға шешім қабылдап, себебі үлкен сұраныс. Енді сол мүмкіндігінше бүгінгі тақырыпты өздеріңіздің сұраныстарыңыз бойынша артық салмақты емдеудегі қазіргі таңдағы заманауи тәсілдер дегенді түсіндіріп беріңізші деп сұрандыңыздар. Кешеден бері келе жатқан сұрақтарға байланысты бүгінгі эфирді қайта жариялап отырмыз. Себебі жекеге келіп түскен сұрақтардың ішінде ең басты сұрақтардың бірі бұл қаншалықты артық салмақпен күресуге болады, не себепті азбай жатырмыз, не себепті дене салмағы төмендемей жатыр, қандай тексерістер керек. Енді мен кешеде оны түсіндіріп беріп отырғам сіздерге. Бүгінде қайтадан енді өздеріңіз сұраныс танытқаннан кейін тағы түсіндіре кетейін. Ең бастысы бізде көп нәрсе, бұл бізде яғни қалқанша безінің сырқаттары енді осы жөнінен енді ең негізгі фактор ретінде танылады. Себебі біздің Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, біз теңізден алшақ мемлекет болуына байланысты, оны мен барлық уақытта ескертіп отырамын. Бұл бізде йод тапшылық өңір болып саналуына байланысты бізде йодпен көбінесе профилактикалық мақсатта жиі қолданғанымыз дұрыс. Алайда көп жағдайда енді йод тапшылық болуына байланысты қалқанша безі сырқаттана бастайды да, соның салдарынан дене салмағы арта бастайды. Дене салмағының артуының бірден бір себепшісі осы болып саналады. Сол себепті егер де біз қалқанша безі сырқатын сезінетін болсақ, онда денесі, әсіресе оның қызметінің төмендегендігі айқындалатын болса, онда төмендеу мүмкіндігі өте, салмақты төмендету мүмкіндігі өте шектеулі деп санасақ болады. Сонымен қатар қандай тағы гормондар? Енді өздеріңіз білесіздер, 40-тан асқаннан кейін бізде инсулиннің мөлшері өсе бастайды. Инсулин дегеніміз бұл қантты клеткаларға кіргізетін, яғни гормон болып саналады. Ұйқы безінің құйрықты бөлімінен бөлінетін гормон бұл. Сол гормонды, яғни гормонның бөлінуіне сәйкес, яғни қанттың мөлшері қанда реттеліп тұрады. Міне осы гормон егер шектен тыс жоғары болатын болса, ол да артық салмақтың негізгі себепшісі болады. Бүгін тағы түсіндіре кетейін, кеше түсіндірген болатындымын, бүгін тағы түсіндіре кетейін. Не себепті инсулин соншалықты маңызды біздің организмге? Не себепті инсулинге біз соншалықты назар аударамыз? Себебі инсулин бұл қанға қант түседі. Сіздер тамақ іштіңіздер, көмірсулар, яғни көмірсулар дегеніміз ол қандай тағамдар? Көмірсуларға жататын тағамдар бұл ұннан жасалған тағамның барлығы көмірсуларға жатады. Яғни бұл біздің бешбармағымызда, қамырымыздан бастап күнделікті нанымыз, я болмаса тәтті тағамдар, барлығы осы көмірсулар қатарын қалыптастырады. Бізде негізі қоректік заттар 3 түрлі зат ретінде ендіріледі. Бұл көмірсулар, ақуыздар, яғни белоктар, және де майлар болып. Ең бастысы, ең бізге қауіптісі бұл көмірсулар болып саналады. Яғни бұл дене салмағын жинауда ең маңызды, ең қауіпті тағам бізге көмірсулар болып саналады. Себебі олар оңай сіңіріледі. Сол себепті оңай сіңіріліп, мен мынау қазір сұрақтарға жауап берем. Қазір сұрақтарыңыз жинақтала берсін. Ақырында біртіндеп оқып отырмын. Пока түсіндіріп келе беремін, содан кейін барып уже бір кішкене түсіндіріп беріп кетейін, содан кейін барып бірден сұрақтарға жауап беруді бастаймын. Оны сұрақтарым қалып кетті деп ренжіп қалмаңыздар деп па. Көмірсулар жинақталуына байланысты, яғни инсулин келген көмірсуларды қанның құрамынан клеткаға кіргізуі керек. Алайда оның клетканың бетін көмірсулардың жауып қалуына байланысты, көмірсулар емес, майлар жауып қалуына байланысты инсулин жаңағы клеткамен байланыса алмай қалады. Соның салдарынан қанның құрамындағы глюкозаны клетканың ішіне кіргізе алмай қалады. Сәйкесінше инсулиннің мөлшері өсе бастайды. Сол себепті дене салмағын төмендетуде
инсулиннің деңгейін тексеру өте маңызды. Мен енді былай түсіндіріп отырмын, бірақ мына жақта сұрақтар жиіленіп кетуіне байланысты енді жарайды, сол сұрақтар легінде қосымша ақпарат беріп қойып отырамын. Басынан бастап Малик бас жағына көтере бер аха. Сұрақтардың барлығын оқып, сол сұрақтардан бастап кетейік ендеше онда. Ары қандай сұрақтар басталып жатыр? Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер. Ағай, мен Ақтау қаласындағы пациент Әсел, 21 жастағымын дейді да. 21 жастағы. Аха. Шымкентке капец жазыла алмай қойдық дейді. Шымкентке енді жазыла алмағанда ол 11-не қабылдау жүзеге асырылады. Қосымша неге администраторларға шықсаңыздар болады. Біріншіден, екіншіден, Алматыдағы администраторлардың номерін белгілеп кетемін. Егер қатты мүмкіндік болмай жатса, қосымша хабарласайық, қандай анализдеріңіз бар, сол анализдерге сәйкес бір мүмкіндігін тауып беруге тырысармын. Жарай ма? Ненің Алматыдағы бейнеленген администраторларға қосымша шықсаңыз, анализдеріңізді беріп, мүмкін алдын ала дайындалып, сосын белгілі бір уақыт белгілеп кететін болармын. Кеш жарық дәрігер. Аха, кеш жарық. Щитовидкада киста болған жағдайда витаминдермен емдеуге бола ма? Киста дегеніміз бұл қалқанша безінің оқшауланған, яғни жабық кеңістігі. Сол себепті, яғни ол жабық дегеніміз сыртында қабы болады. Сол себепті оған ешқандай витамин әсер етпейді. Ол жалпы негізі, кистаның тасталу себебі, ол бірінші түйін қалыптасады. Сол түйіннің ортасында макрофолликул, яғни сулану нәтижесінде сыртына қап түзіле бастайды. Сол қаптың ішінде жиналған сұйықтықтан тұратын түйінді киста деп атайды. Сол себепті оның ішіне витамин кірмейді. Сол себепті ол тек қана жалпы қалқанша безінің қолдауын қамтамасыз ететіндігі болмаса, өз бетінше ол ешқандай кистаға емдік әсер танытпайды. Кистаның ең тиімді емдерінің бірі ретінде саналатыны, бұл кеше ескертіп кетіп отырмын, бүгін де тағы қосымша айтайын, енді бүгін қосылып жатқан боларсыз. Бұл яғни қалқанша безіндегі кистаны УЗИ-дің көмегімен қарай отырып, кистаның құрамындағы сұйықтықты шығарып, орнына 96%-ық спиртті ендіру. Бұны медицинада склеротерапия деп айтамыз. Міне осы тәсіл ең тиімді тәсіл болып саналады. Осы тәсілмен емделген кезде бұл Америкалық клиникалық эндокринологтар қауымдастығының ұйғарымы бойынша бүгінгі таңдағы ең заманауи әрі тиімді тәсіл ретінде танып білінеді. Ал витаминдер өз кезегінде ондай әсерге ие деп айтпаған болар едім. Менің сұрағым, менде аутоиммунды тиреоидит дейді, гипотиреоз дейді, антитпом 900 дейді, ТТГ 8 дейді, эльтироксин 50 осы ауруды емдейсіз бе? Әрине, ол ауру аутоиммунды тиреоидит дегеніміз, бұл былай қараңыздар. Аутоиммунды тиреоидит дегенге ұғымға түсініктеме бере кетейін. Аутоиммунды тиреоидит дегеніміз, яғни өзіңіздің иммунды жүйеңіз өзіңіздің қалқанша безіңізге шабуыл танытып жатқандығы. Яғни қалқанша безіне қарсы антитела тиреопериоксидазе деп айтылады. Жаңағы антитпоңыз АТПО деп аталады, я антитпо деп аталады. Бұл дегеніңіз тиреопериоксидаза дегеніңіз қалқанша безіндегі фермент. Міне сол ферментке қарсы шабуылдау иммунды жүйенің. Бұл қандай жағдайда туындайды? Иммунды жүйе төмендеген жағдайда қалқанша безінен қауіп төнбесін, қалқанша безінен ешқандай зақым келмесін деп организм оған қарсы шабуылдаушы күшті қосады. Бірақтан да ол шабуылдаушы күш, яғни иммунды жүйенің оншалықты жоғары зейін танытқаны, қалқанша безіне қарсы тұрғандығы аса маңызды болмас еді, егер де тиреотропты гормонның жоғарламағанда. Тиреотропты гормон жоғарылаған деген сөз, ол деген сөз, яғни сол иммунды жүйелер келіп, қалқанша безіне шабуылдап, қалқанша безі жасушаларын жойып жатыр деген сөз. Сәйкесінше қалқанша безінің жасушалары жойылуының салдарынан одан бөлінетін Т3, Т4 гормондары төмендей бастады деген сөз. Ал ол төмендеуді бірінші бастаған кезде ТТГ оны мүмкіндігінше төмендетпеуге тырысып, барынша қалқанша безін жұмыс етуге тырысады. Себебі ТТГ гормоны бұл гипофиздан бөлінеді.
мидың астында орналасатын гипофиз деген мүше бар. Сол гипофиздан бөлінетін гормон яғни қалқанша безін ынталандырады. Сол жоғарылауының нәтижесінде, яғни бұл біз қалқанша безінің қызметінің төмендегендігін бақылай бастаймыз. Сол себепті антителалардың 900-ге өсіп, яғни ТТГ-нің 8-ге өскендігі бұл гипотиреоздың уже басталып кеткендігін сипаттайды. Бұндай ауруды мүмкіндігінше қалай емдеген дұрыс еді? Әрине, эльтироксин беру бұл протокол, яғни хаттама бойынша бүгінгі таңдағы медицинада жиі қолданылатын тәсіл. Алайда мен өз тәжірибемде қалқанша безінің өзін ынталандырып, барынша, яғни мүмкіндігінше қалқанша безінің өзі сол гормонды бөлуге ықпал етуге тырысқанымыз дұрыс деп санаған болар едім. Сонымен қатар тағы бір фактор, бұл иммунды жүйені реттеуіміз керек. Яғни иммунды жүйе көтерілген кезде ол өзінің қалқанша безінің өзінікі екендігін мойындай бастайды да, оған қарсы шабуылды тоқтатады. Сол себепті иммунды жүйені реттейтін иммуномодуляторлар менің тағайындауларында жиі қолданылатын себебі осыда. Сол себепті мүмкіндігінше иммуномодуляторларды қолдана отырып, сонымен қатар қалқанша безінің қызметін ынталандыратын дәрі-дәрмектерді қоса отырып, емдеп көруге тырысу керек. Неге десеңіздер, егер де эльтироксинді тағайындайтын болсақ, ол эльтироксин былайша қарағанда бір салмақ қосатын, болмаса бір зардап келтіретін гормондар қатарына жатпайды. Алайда дегенмен қалқанша безінің қызметін одан ары, қалқанша безен жеңілдейді ғой, сырттан оның бөлінетін гормоны сырттан келіп тұрғаннан кейін. Сол себепті жеңілдеуіне байланысты ол біршама өзінде жеңілдік сезінгеннен кейін демалуға бейім болып қалады. Сол себепті мүмкіндігінше оның жұмысын одан ары үдеткеніміз дұрыс. Қызылордаға адамдар жинап қойсақ келесіз бе? Егер де адамдар жиналғаны бір бөлек, сонымен қатар енді мысалы мен басқа қалаларға бару барысында клиникалармен келіссөздер жүргізіледі. Сол келіссөздер барысында, яғни қабылдайтын жер болған кезде міндетті түрде баруға мүмкіндік бар. Ол жағын барлық уақытта қарастырып, мүмкіндігінше жасап жатырмыз. Енді қазір егер бұл айдың өзінде Қарағанды, Ақтау қалалары қосылатын болса, келесі айда мүмкін қосылып тағалатын болар. Саламатсыздар ма? Мен октябрь айында барып ем алдым, май айында баруға бола ма? Повтор келіміз. Мен барлық уақытта енді сіздердің дейін жоспарларыңыз бар. Сырттан келетін науқастар көп қазір, енді жасыратыны жоқ, мынау Ресейдің оңтүстігінен де келіп жатқан науқастар бар. Сол себепті солардың барлығын жоспарлау мақсатында қазіргі таңда мен бірден айдың басында сол айға жоспарды қойып, белгілеп, қай күндері қай қалада болатынымды белгілеуді бастадым. Сол себепті келесі айда да ол көрсетілетін болады. Сол себепті тек қана сол парақшадан қай кезде мен Алматыда болатынымды анықтап, сол уақытта келсеңіз, әбден мүмкіндік келіп қаралып кетсеңіз болады. Түйінді қалай емдеуге болады дейді. Мына жерде қазір, сосын мына жақта тиктокта қалқанша безді алып тастады, енді эутирокс өмір бойы ішесің деді, ішпесе не болады? Қалқанша безді алып тастаған кезде міндетті түрде эльтироксинге тәуелділік туындайды. Себебі қалқанша безінен өндіретін гормонның басқа источник дейміз ғой, жаңа басқа өндіретін клеткалар, жасушалары болмауына байланысты бұны міндетті түрде сырттан беруіміз керек. Егер де оны қолданбайтын болса, онда қалқанша безі гормондарының жеткіліксіздігі салдарынан дамитын миксидема деген ауыр асқынулық жағдай дамиды. Яғни организм ісінеді, толықсиды, яғни толығады. Сонымен қатар іш қата бастайды. Сосын мидың қызметі төмендейді. Мен енді кейде қазір енді Аллаға мыңда бір шүкір, қазір ондай науқастарды кездестірмейміз аса, бірақ мен енді осы тәжірибемді бастау барысында осыдан бір 25 жыл бұрынғы кезеңдерде
ана әлі Семей полигонының әсері толығымен зардабы бітпеген кезде біз мынадай науқастарды көретінбіз. Сұрақ қойған кезінде басын тыңдап сұрақтың аяғында ұйықтап қалатын. Міне осының барлығы қалқанша безінің гормондары организмде болмаған жағдайда туындайтын жағдай. Сол себепті міне осындай жағдайлар дамый бастайды. Яғни селқосты, бейғамдық, оның барлығы бер жағы болып қалады. Яғни егерде қалқанша безі гормондарын, қалқанша безін толық алып тастағаннан кейін қалқанша безі гормондарын, себебі егер қалқанша безі орында болатын болса, оны ынталандыруға болады. Барынша мүмкіндігін жасап та көруіміз керек. Ал егерде ол толығымен алынып тасталса, L-тироксинге тәуелділік туындайды. Тек қана дер кезінде иммуномодуляторлар қолданып, яғни себебі қалқанша безі бұл ең негізгі гормондарды бөлетін болғаннан кейін, бұлар иммунды жүйемен өте бірлесіп жұмыс жасайды. Әрине сәйкесінше енді табиғи реттелуден айырылғаннан кейін организм біз енді жасанды түрмен, яғни сырттан гормон ендіру арқылы емдейтін болғаннан кейін, сәйкесінше ол толығымен біз иммунды жүйемен оның қаншалықты өзара қарым-қатынас дамып жатқандығын бағалай алмаймыз. Сол себепті иммунды жүйені реттеп тұру керек болады. Жылына 2 рет профилактикалық, яғни иммунды жүйені қалыптастыратын емдерді жүзеге асырып тұрғанымыз дұрыс болады. Ал бірақ қалқанша безінің гормонын қолданбай емделуге болмайды. Түйінді қалай емдеуге болады? Түйінді емдеуде бірнеше тәсіл бар. Түйін дегеніміз қалқанша безінде тасталған бір құрылым, ерекше құрылым. Оны емдеу үшін ең бірінші кезекте қандай іс-әрекеттер жасалынуы тиіс. Түйінді емдеу барысында ең бірінші біз ол қандай жасушалардан тұрғанын анықтауымыз керек. Ол мысалы себебі түйіннің қаншалықты қанмен қамтамасыздандырылып тұрғандығын байқауымыз керек. Көп жағдайда түйіннің қандай қауіптілігі бар. Түйінді не үшін біз жай ғана қарап қоя қоймаймыз. Себебі түйінді бақылаудан тастамайтынымыз бұл бірінші кезекте оның қатерлі жағдайға ауысып кету қаупінде. Оны дер кезінде бақылап отыруымыз керек. 1 сантиметрге дейінгі түйінді көп жағдайда біз бақылауға жібереміз. Яғни 3 ай сайын біршама бақылап тұрамыз. Егерде оның құрамында 1 сантиметр бола тұра, оның құрамында кальцинат болып, немесе қанмен қамтамасыздандыру деңгейі өте жоғары болатын болса, я болмаса арнайы бір белгілері бар, гипохагенада, абадок деген сияқты, шетінің тегіс еместігі деген сияқты арнайы УЗИда белгіленетін белгілері бар. Осы белгілер сыр беріп тұратын болса, ал 1 сантиметрден асқан түйіндер міндетті түрде цитологиялық тексеріске жіберілуі тиіс. Цитологиялық тексеріс дегеніміз бұл биопсия. Биопсия барысында көптерінің арасында туындап жататын жағдай, ол ертеңгі күні зақым келтіріп, менің жаңа қалқанша безіндегі түйінде егерде жаман клеткалар орналасып қалатын болса, соны қашырып жіберіп, керісінше ауруды өршітпей ме деген ой қалыптасып жатады көбісінде. Ол біршама кішкене жалған ұғым. Неге десеңіздер, қазіргі жасалынатын биопсиялық амал, ол тәсіл, ол көбінесе тонкоигольная, яғни жіңішке инемен жүзеге асырылады. Жіңішке инемен, яғни күнделікті біздің көк тамырға, жамбасымызға салатын инемен жүзеге асырылады. Сол себепті егерде оның зақымдаушы әсері болатын болса, онда сіздердің жамбастарыңыздан, веналарыңыздан ешқандай тамтығы қалмас еді деп мен жауап берем. Барлық уақытта салыстырмалы түрде барлығына ұғымды болу үшін. Сол себепті оның ешқандай қауіптілігі жоқ. Әрине ол жіңішке инемен алынып, тек қана шетінен, кішкентай жерінен ғана аздаған материалдың негізінде жүзеге асырылатын анализ болып саналады. Алайда бұл анализдің ақпараттық мәні өте жоғары. Ақпараттық мәнінің жоғарылығы ол міндетті түрде бізге оның ішіндегі жасушалар арасында қауіптілік бар ма, жоқ па, соны болжауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар анықталған клеткалардың қай дәрімен емдеуге болатындығын айқындап береді, яғни нақтылап береді. Соған сәйкес біз жаңағы алынған цитологиялық зерттеудің қорытындысын негізге ала отырып, соның негізінде
ем дом жасауды бастаймыз. Қандай емдер бүгінгі таңда жиі қолданылады? Бірінші қолданылатын тәсіл, бұл ең кең тараған тәсіл, бұл склеротерапия. Түйінді қалай емдеуге болады деген сұраққа мен жақындап келе жатырмын. Қалай емдеуге болады? Міне биопсиялық тәсіл жасалынып болғаннан кейін, оның қауіпсіздігі айқындалғаннан кейін, клеткалардың түріне қарай отырып, ең жиі қолданылатын тәсіл бұл склеротерапия. Склеротерапия дегеніміз склероз, яғни бұл тыртықтандыру деген сөз. Жалпы қазақ тіліне аударған кезде склероз жасау, яғни тыртық қалдыру. Ол үшін біз 96% склерозат ретінде 96% спиртті қолданамыз өз тәжірибемізде. Ол УЗИ бақылауымен жүзеге асырылады. Яғни ол нақты айтқан кезде толығымен түйінді күйдіруге бағытталған. Түйінді күйдіріп жіберіп, ішінен күйік қалыптастырып, яғни жара болады оның іші. Ол жара өз бітуі барысында, яғни күйіктік жара типтес, егерде сіздер терілеріңізді, қолдарыңызды, аяқтарыңызды күйдіріп алғандағыдай жағдай, яғни жиырылуы нәтижесінде түйін кішірейе бастайды және ол тыртықтанады. Тыртықтану деген сөз, оның қанмен қамтамасыздануы бар, бірақ тірі дүние болғаннан кейін, бірақ ол өте төменгі деңгейде болады. Ал ары қарай көбінесе түйіннің басқа жерден тастамасы үшін қалқанша безіне қажетті қалқанша безіне қажетті дәрі-дәрмектер қолданылатын болады. Сонымен қатар екінші қандай тағы тәсілдер ары қарай қолданыла береді? Екінші қолданылатын тәсілдер бұл РЧА деп аталады. Радиочастотный абляция. Радиочастотный абляция дегеніміз бұл ненің физикалық әсер арқылы, тітіркендіру арқылы біз яғни түйіннің ішіне ендіре отырып, физикалық тітіркендіру арқылы оны күйдіру, яғни коагулятор сияқты жұмыс жасайды. Соның салдарынан түйін тағы жиырылып кішірейеді. Ол салыстырмалы түрде жаңа заманауи тәсілдер қатарын қалыптастырылады. Соңғы кездері қолданылып келе жатқан тәсілдер болып саналады. Сол себепті енді ол көбінесе Астана қаласында жүзеге асырылып жатыр. Мен енді өз практикамда көбінесе склеротерапияға жүгінемін. Себебі ол енді 45 жылдық тарихы бар. Сонымен қатар әбден зерттелген тәсіл болып саналады және халықаралық деңгейде ұсынылған тәсіл болып саналады. Келесі тағы бір тәсіл бұл лазердің көмегімен емдеу. Лазердің көмегімен емдеу дегеніміз бұл, яғни тура солай түйіннің ішіне лазерлік сәуле ендіріледі. Лазерлік сәуле өз кезегінде тітіркендіруші әсер танытады. Тітіркендіруші болған кезде, яғни коагулятор сияқты, ол да өзіндік баттарына сәйкес ішіне электроток сияқты заряд беріледі. Сол зарядтың салдарынан ішінде күйік туындайды да, сол күйіктің нәтижесінде түйін қайтадан тітіркенеді, жиырылады. Міне осындай тәсілдер жиі қолданылады түйінді емдеу үшін. Келесі, аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз қорқынышты ма жалпы дейді. Гипотиреоз егерде дер кезінде емделмей, егерде ол ұзақ осындай сипатқа ие бола беретін болса, әрине ол өзіндік асқынуы орын алуы мүмкін. Сол себепті ол міндетті түрде гормональды тепе-теңділік жүзеге асырылуы керек. Егерде ТТГ мөлшері шектен тыс жоғарылап, қалқанша безі гормондар жеткіліксіз болып, яғни Т3, Т4 гормондары бұл қалқанша безінің гормондары болып саналады. Ал ТТГ оны реттеуші гипофиздан бөлінетін гормон болып саналады. Егерде ол жеткіліксіз болатын болса, қалқанша безінің гормондары, ал керісінше ТТГ мөлшері өсіп кететін болатын болса, онда ол біраз асқынуларға әкеп соқтыруы мүмкін. Оның ішінде бұл иммунодефицитті жағдайға да себепші ретінде танылуы мүмкін. Сол себепті әрине дер кезінде оны емдеуіміз керек. Және де егерде емдемейтін болсаңыздар, жаңағы миксидемалық ісіктермен қатар дамитын жағдайларды айтып отырмын, дауыс қарлығып кетеді, дауыстың тембрі бұзыла бастайды. Міне осындай әртүрлі өзгерістер пайда бола бастайды. Мына жерде диффузный токсический зоб туралы айтсаңыз дейді.
Диффузный токсический зоб дегеніміз бұл жайылмалы уытты жемсау. Оның себебі неде? Жайылмалы уытты жемсау дегеніміз бұл қалқанша безінің бүкіл аймағы, яғни бүкіл бөлімі диффузды түрде қалқанша безі гормондарын шектен тыс бөлуі. Шектен тыс бөлуінің салдарынан катаболикалық синдромның, яғни катаболизм дегеніміз бұл зат алмасу процесінің шектен тыс жоғарылауы. Катаболикалық процестің орын алуын біз диффузный токсический зоб кезіндегі негізгі синдром деп танып білеміз. Катаболизм дегеніміз не? Мынау мидан төмен қарай жүретін болса, қандай белгілер пайда бола бастайды? Ең бірінші бұл тез ашуланшақтық, тез мынау кез келген нәрсеге шапшаң жауап беріп, раздражительность дейміз, кез келген нәрсеге ашуланып, ренжіп, эмоциональный лабильность дейміз, жылап қалады. Міне осындай белгілер пайда бола бастайды. Сонымен қатар ұйқы бұзылады. Ұйқы бұзылуы, яғни ұйқысыздық қалып келеді. Түнімен бір төмпек шыққандай болады. Екінші, бұл көз маңында өзгерістер орын ала бастайды. Көз адырайып алдыға қарай шыға бастайды. Содан кейін мынау қалқанша безінің аумағында қалқанша безі біршама ұлғая бастайды. Қалқанша безін тағы бір осы жерде ескерте кетейін, орналасқан жері мынау мойындырықты ойықтың үстінде орналасқан көбелек тәрізді, яғни екі қанаты және оның ортасында мынау перешеек дейміз, мойындырық болатын орган болып саналады. Ол мынау аймақта орналасады. Көбісі келіп алып, доктор менде зоб деп мына жерін көрсетіп тұрады. Бұл жер гланды, яғни бұл кішкене лор органдардың орын жайы. Ал қалқанша безі міне мынау аймақта орналасады. Сол себепті міне осы ұлғайып біршама мынау мойында бір ерекше үлкен бейне көрініс ала бастайды. Сонымен қатар яғни зоб пайда болады, яғни ұлғаюы дегеніміз, сосын мынау жүректің қағысы жиілеп кетеді, жиі қаға бастайды. Ары қарай, егер де ас қорыту жүйесін алатын болсақ, ол жерде үлкен дәреті жиілей бастайды. Үлкен дәретінің жиілеуінің салдарынан адам аза бастайды, яғни салмақ тастала бастайды, тершеңдік дамиды, етеккір бұзылысы орын алуы мүмкін әйел адамдарда. Міне осындай сипаттарға ие бола бастайды. Сосын мынау діріл басталады, синдром телеграфного столба деп аталады. Мынау бір отырған кезде бір дір етіп отырғандай сезім болады. Міне осының барлығы диффузный токсический зобты сипаттайтын белгілері болып саналады. Бұндай жағдайда міндетті түрде дәрігер эндокринологтың көмегіне жүгіну керек. Себебі бұл сырқаттың ауырлығы сол. Бұл егер де дер кезінде қаралмайтын болатын болса, көз адырайып алдыға қарай шығып кетуі бір бөлек. Онымен қатар жүректің ырғағы бұзылуы мүмкін. Сәйкесінше жүректің ырғағы бұзылып, ол тахисистолияға ауысып кетуі мүмкін, яғни жүректің ырғағының бұзылысының салдарынан дамитын асқынуларға алып келуі мүмкін. Парексизмальды тахикардия деген асқынудың түрі бар, яғни ырғақ бұзылудың салдарынан жүректің тоқтауына дейін алып келетін жағдайлар орын ала бастайды. Сол себепті егер де диффузный токсический зоб бола бастаған кезде, міндетті түрде дәрігер эндокринологтың көмегіне жүгініп, тиреостатикалық емді бірден бастағандарыңыз дұрыс. Сол жағдайда ғана емделуге мүмкіндік бар. Енді осы жерді пайдалана кетіп, мен тағы бір нәрсені ескерте кетейін деп едім. Көп жағдайда қазіргі таңда бір кең үрдіс алып кетті. Біздің эндокринологтардың арасында, енді мен оны ешкімді бір айыптағаным емес, алайда жеңіл жолы болып саналып кетті ма, я болмаса енді халықаралық кейде ұсыныстарды бұрмаланып қолданып кетті ма, жиі жағдайда бірден операциялық тәсілге емдеуге жіберіп жатады. Енді өздеріңіз білесіздер, қаншама біздің елге мәлім жұлдызды тұлғалардың барлығы менде емделіп кеткен, өздеріңіздің көз алдарыңызда жүр, ешқандай операциясыз толығымен бұл аурудан айықты деп айтуға да болады. Неге десеңіз, біз енді бұл созылмалы ауру, яғни хронический ауру кезінде біз медицинада айықты деген сөзді қолданбаймыз. Стойкая ремиссия дейміз, яғни тұрақты ремиссияға алмасты деп сөйлейміз. Сондай жағдайға ауысып, толығымен бүгінгі таңда
яғни стойкий ремиссия сатысына ауысады. Сол себепті мен біршама келіспес едім бұны емдеуге болмайды дегенге. Тиреостатиктерді қолдана отырып, иммунды жүйені түзете отырып, бұл аурудан мен өз практикамда айықтыруға мүмкіндігіміз бар деп айтқан болар едім. Сол себепті операциялық тәсіл мен енді өз практикамда өте сирек жағдайда енді мүмкіндік болмай кеткен жағдайда ғана қолданысқа жіберіп отырамын. Бірақтан да енді сирек 3 жылда біреуін жібердім десем мүмкін өтірік болмас деп. Екіншісі тағы бір тәсілі бар. Бұл радиоактивті йод ендіреді. Егерде мынау қалқанша безінің гормондарының белсенділігі басылмай жатқан кезде оған радиоактивті йод ендіреміз. Радиоактивті йодтың бір жаманы бұл енді шынайы келген кезде сіздер организмді радиацияға улайсыздар. Сәйкесінше не үшін ол йод ендіріледі? Жалпы қалқанша безінің негізгі тамағы бұл йод. Ол йодпен қоректенеді. Сол йодты қоректене отырып, содан гормон туындатады, гормон шығарады. Ал бұл жерде сіздер, яғни радиоактивті йод дегеніміз сол йодтың радиациялық түрі, яғни радиациямен зақымдалған түрін ішке ендіресіздер. Сәйкесінше ол қалқанша безі оны тамақ ретінде танып біледі де, ол оны жұта бастайды. Жұта бастау кезеңінде ол бірден жасушалары бірден оның күйіп, яғни белсенді жұмыс жасайтын жасушалары зақымдала бастайды, зақым шеге бастайды. Міне осындай синдромдар пайда болуына осы радиоактивті йодтың негізгі әсері осыған негізделген. Ол көбінесе радиоактивті йод біз енді бұрынғы классикалық жағдайда 40-45 жастан асқан науқастарға тағайындайтындымыз. Себебі оның әсер ету мерзімі 35-40 жылда өрістей түседі. Сәйкесінше ол толығымен қалқанша безінің жасушаларын зақымдап кетуіне 35-40 жыл уақыт кетеді. Сәйкесінше біз ойлайтынбыз 45-50-лерде қолданылған жағдайда ол бір 70-80-ге келген кезде қалқанша безін толық зақымдап өтеді деп. Ол кезде, яғни эльтероксин мен заместительный терапияны бастап біршама реттеуге мүмкіндік болып жатар, енді қартайған кісінің арасында деген ой қалыптасқан болатын. Қазіргі таңда ол да жиі жастар арасында қолдануға ие болып кетті. Мен кішкене енді бұрыннан келе жатқан эндокринолог болғаннан кейін бұған кішкене критический дейді, жаңағы солай относиться етемін. Бірақ дегенмен ол тәсілдің бар екендігін ескертіп жатырмын. Енді мен өзімнің ерекше тәжірибем бұл жағдайда қолданатыным. Бұл енді мен бір спиртті жақсы көреді деп ойлап қалмаңыздар. Дегенмен менің өзімнің практикамда мынау ақырындап отырып, міне кеше Чимкентте науқас бар, көрсетіп жатырмын, парақшада көріп жатырсыздар. Ол кезде мынау қалқанша безіне ақырындап әр жеріне кішкене мөлшермен спиртті құйып емдеп отырмын. Спиртті құю барысында ол да қалқанша безінің жасушаларын бұзып жатыр. Оны повреждение беріп жаңағы, яғни қалқанша белсенді қызмет ететін қалқанша безінің жасушалары азайып жатыр. Соның салдарынан без біршама кішірейіп, белсенділігі төмендеп жатыр. Яғни соның нәтижесінен ерекше результат аламыз. Бұл операциясыз емдеу тәсілі болып саналады. Бұл әрине бұл менің тәсілім емес, менің тәсілім бұл кезінде енді жаңалық ретінде шығарған тәсілім бұл именно осы диффузный токсический зоб және оның эндокринді офтальмопатиямен қосарланғандағы иммуномодуляторларды қолдану арқылы емдеу, ол менің жаңалығым болып саналатын бүкіл әлемдік деңгейде. Негізі жаңағы спиртпен емдеу ол енді тағы да шетелдік тәсілдердің бірі болып саналады, бірақ мен өз практикамда жиі қолданатын тәсілдердің бірі операциясыз емдеудегі. Менде гипотиреоз можно выйти из гормонов. То есть бұл жерде гормондардан шығу мүмкіндігі бар әрине, бірақтан да қанша жыл сіз уже эльтероксинді ішіп келе жатырсыз, ол бір фактор.
Екінші фактор, қалқанша безінің зақымдалу деңгейі қаншалықты үлкен. Яғни иммунды клеткалар қаншалықты сіздің қалқанша безіңіздің белсенді қызмет ететін жасушаларын жеп қойды. Осының барлығы өте маңызды сұрақтар. Оны жеке консультация кезінде қарап көруге болады. Және ең бастысы мынау эльтероксиннің қолдану ұзақтығын сұрап жатқаным, көп жағдайда эльтероксинді егер де сіздер ұзақ жылдар 2, 3, 5, 10 жыл қолданып келе жатсаңыздар, әрине қалқанша безі оған үйреніп қалады. Себебі сіздің жұмысыңызды біреу істеп жатса, әрине сіз де үйреніп уже соған дағдыланып қаласыз. Ал енді оны қайта ояту, қайта іске қосу мүмкіндігі қаншалықты бар, оны тек жеке консультация барысында бағалауға болады. Жеке консультацияға келсеңіз, соны бағалай отырып, нәтижесін шығаруға болады. Келіп көрінсеңіз болады, сол кезде нақты қорытынды шығаруға мүмкіндік аласыз. Сізге көріну үшін УЗИ қорытындысы керек па? Негізі өзіңізбен бірге УЗИді ала келгеніңіз дұрыс. Себебі менде өзімде УЗИ түсіремін, қалдыра бер ана сұрақты. Менде өзім УЗИді түсіремін, өзіңіздің алдыңғы УЗИлармен салыстыра отырып түсіріледі. Сол себепті УЗИді ала келгеніңіз дұрыс. Егер жоқ болса, оның өзінде де келе бересіз. Бірақ енді өзім тағы түсіремін. Сонымен қатар гормондарды ала келгеніңіз дұрыс, уақытты құртпай бірден консультацияға мүмкіндік туындайды. Астана қаласында қашан прием болады? 17-18 сәуір күндері Астана қаласында прием болады. Ол жөнінен парақшада көрсетіліп кеткен. Тағы графикті ескерте кетейін. 12 күні, мен кеше парақшада бір қате жіберіп қойыппын сөйлеген кезімде, бірақ жазу барысында оны жөндеп кеткенмін. 12 сәуір күні Шымкент қаласында қабылдау болады, күні бойы болады қабылдау. Сосын 15-16 Қарағандыда болады қабылдау, 17-18 Астана қаласында қабылдау болады. Мені тағы ескертіп кетіп жатырмын. Соны қарасаң, неде парақшада барлығы бейнеленіп көрсетілген. Жарай ма? Надпочечная недостаточность емдейсіз бе? Надпочечниковая недостаточность әрине емделеді. Бұл гипокортицизм деп аталады. Гипокортицизм дегеніміз бұл кортизол гормонның жеткіліксіздігі. Ол жағдайда адам әлсіздік сезіне бастайды. Мынау места естественных складок дейді. Солардың қолдық аумағы, негізгі складкалардың барлығы қарайып, адам әлсізденіп, бір әлсіздік сезіміне душар болады. Енді ол жағдайда көбінесе заместительный гормонотерапия қолданылады. Және анализдерге қарай отырып, бұл енді гормональды жүйе иммунитетпен тығыз байланыста болғаннан кейін иммуномодуляторлар жиі қолданылатын, осыларды емдеуге жиі қолданылатын препараттар болып саналады. Сол себепті иммуномодуляторларды қоса отырып емдеуге мүмкіндік бар. Сәлеметсіз бе? Апам қалқанша безін алдырып тастады. Қазір аурушаң болып кетті. Мені жаңағы қайта айтып жатқаным сол. Себебі қалқанша безі, кез келген гормон бөлетін біздің органдарымыз, олар барлық уақытта иммунды жүйемен тығыз байланысты. Она сопряжена с иммунной системой. Сол себепті біз гормональды жүйені емдеу барысында біз барлық уақытта иммунды жүйені коррекциялауды ұмытпауымыз керек. Иммуномодуляторларды қолданғанымыз барлық уақытта орынды болып саналады. Сол себепті мынау аурушаңдық, осының барлығы соның бейнесі. Енді бұндайда не істейміз? Бірінші кезекте гормондармен жалпы қан анализін, ең қарапайым анализдердің легі, осыларды алып консультацияға келсе, біршама қандай иммуномодуляторлармен емдеуге мүмкіндік болатындығын қосымша айтып берер едім. Саламатсыз ба? Надпочечный тас болса емдеуге болады. Сізде бұл бүйректегі тас шығар мүмкін. Кішкене эндокринологияға сәл келе бермейді. Бүйрек және бүйрек үстінде без болады. Сол біздікі, яғни эндокринологияныкі, бұл бүйректің үстінде орналасқан без. Бүйрек үстіндегі бездің олдан бөлінетін бізде
кортизол екі бөлімі болады, оның қыртысты және мийлы бөлімі. Соның қыртысты бөлімінен мысалы кортизол сияқты. Енді оны жеке консультацияда я болмаса анализдердің нәтижесін жіберіп сосын қарастырсақ дұрыс болар еді. Ары қарай, ағай, есіңізде шығармын, ем алуға барғанда айтатын едіңіз, неге күліп кірмейсіз деп едіңіз. Сізге барып Түркістанда таппаған диагнозымды тауып бердіңіз. Қазір шүкір ешқандай приступ болмайды. Фатима, рахмет. Әрине, енді ондай кері байланыс беріп жатқаныңызға үлкен рахмет. Себебі әр науқасты біз өзіміз арқылы өткіземіз. Кез келген енді дәрігерді көп сөйлейді, емін берді де қалдырды деп. Жоқ, ондай емес. Біз мысалы мен өзім үшін жауап берейін. Әрқайсыңызбен бірге оған өздеріңіз де куәсіздер. Әрқайсыңызбен бірге уайымдаймыз. Өзіңізбен бірге кез келген нәрсені сезіне бастаймыз. Кейбір дәрілерді бірінші өзімізде көріп, сосын сына бастаймыз. Ондай да жағдайлар болып жатады. Бірақ осындай қайта ақпарат бергеніңізге сондай ризалық танытып отырмын. Рахмет ондай пікір білдіргеніңізге. Әрине, осылай бір-бірімізді қолдап, мүмкіндігінше сіздердің емге берген нәтижелеріңіз қалай болып жатқанын сипаттайтын болсаңыздар, әрине мен үшін ол жақсы бір ой болар еді. УЗИде бәрі жақсы болып, бірақ анализде ТТГ повышенный болса не жасау қажет дейді. Бұл ТТГ-нің жоғарылағандығы, бұл гипотиреоз белгісі. Ондай жағдай болады. УЗИ көлемінде ол ешқандай УЗИ ешқандай өзгеріс бермеуі мүмкін. Ол құрылымдық өзгеріс УЗИ дегеніміз. Ал ТТГ дегеніміз бұл қызметтік өзгерісті сипаттайды. Яғни оның құрылымы, оның пішіні, көлемі, оның жалпы ішіндегі эластикалық қасиеті бұзылмаған, бірақтың да оның қызметі, яғни ол жұмыс істеу қабілеті бұзылған болып саналады. Енді мен сіздерге былай айтайын, мысалы құрылымдық өзгерісі дегеніміз бұл қолы сынған, не болмаса мысалы аяқ сынған сияқты сырт пішіннің бейнесі. Ал енді қызметі дегеніміз оның жұмыс істеу қабілеті, яғни ол жазушы болар, ол ешқандай ештеңесі бұзылмаған. Сол себепті ТТГ дегеніміз бұл оның қызметін бейнелейді. Ал УЗИ оның құрылымын сипаттайды. Яғни оның құрылымында ешқандай өзгеріс болмағанмен, құрылымының барлығы жақсы болғанмен, оның қызметі біршама бұзылған болып тұр. Сол себепті қызметін емдеу, яғни ТТГ жоғарылады ғой. ТТГ жоғарылаған кезде ол деген сөзіміз гипотиреоз дамыды деген сөз. Сол себепті мүмкіндігінше гипотиреоз дамыған жағдайда қалқанша безін ынталандыратын дәрі-дәрмектер қолдана отырып, қалқанша безін ынталандыратын дәрілерді қолдана отырып, коррекция жасап, гормональды фонды түзеуге ықпал ету керек. Саламатсыз ба? Менде аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз толығымен жазылады ма? Тура сол жауап. Яғни біз қазіргі жағдайды бағалауымыз керек. Қаншалықты ол жағдай сізге қаншалықты сізге терең орын алған, қалқанша безінің жағдайы, яғни бұзылысы қай деңгейге дейін өрістеген, және эльтироксинді қаншалықты ұзақ іштіңіз ба, ішпедіңіз ба, міне осындай факторларды есептей отырып, сәйкесінше ем-дом көрсетуге мүмкіндік болады. Диффузный токсический зоб уақыт өте келе йод жетіспеушілік айналады ма? Диффузный токсический зоб көп жағдайда, яғни толық ремиссияға түсіп кетеді. Кей жағдайлар болады. Эльтироксинге тәуелділік жағдайлар туындап жатады. Көп жағдайда бұл аутоиммунды процесс орын алып кетеді. Яғни диффузный токсический зобтың өзі де аутоиммунды сипатқа ие сырқат. Алайда аутоиммунный тиреоидит бұл зоб Хашимото деген, яғни Хашимото зобы, ол біршама кішкене бөлектеу. Бірақтан да диффузный токсический зоб толық белгілі бір өзінің мәресіне жеткен сәтте керісінше антиденелердің факторлары ауысып, аутоиммунды тиреоидит етек алып кетуі мүмкін. Сол жағдай болған жағдайда ол гипотиреоздық сипатқа ие болып кетеді. Ондай жағдайлар
кездесіп тұрады. Сол себепті йод дефицит демейді ондай жағдайда, яғни гипотиреоидті жағдайға ауысып кетеді. Ол деген сөзіміз не? Ол йод жеткілікті, бірақтан да ол йодтан гормон жасайтын клеткалардың саны азайып кетті деген сөз. Сол себепті ондай жағдай орын алуы мүмкін. Яғни йод жеткіліксіздік емес, керісінше гипотиреоз, яғни қалқанша безі қызметі төмендеген жағдай орын алуы мүмкін. Ары қарай дейміз бе? Саламатсыз ба, аутоиммунды тиреоидит, жаңа сізге УЗИге түсіп баруымыз керек па дейді. Жаңа ғана жауап бердім оған. УЗИға келіп Астанада қашан қабылдайсыз? Тоже жаңа ғана жауап бердім. Профессор, қалыңыз қалай? Железодефицитный анемияны емдегеннен туындайды деген шындыққа жанаса ма? Менің емдеуші дәрігерім солай дейді. Менде және созылмалы анемия. Созылмалы анемия бұл гипотиреоздың салдары болуы мүмкін. Себебі гипотиреоз бен темір жетіспеушілік анемиясы біршама өзара туыстас жағдай деп санасақ болады. Себебі гипотиреоз кезінде организмге қоректік заттардың сіңірілімі біршама тежеле бастайды. Жиі біз жаңағы железодефицитный анемияны гипотиреоз салдарынан дамитын жағдай деп бағалаймыз. Сол себепті бұл аурулар бірлесіп емделеді. Көп жағдайда гипотиреозды емдемей железодефицитный анемияны толығымен қалпына келтіру мүмкіндігі шектеулі болады. Сол себепті екі сырқатты бірлесіп бірге емдеу керек біз. Ары қарай сақтап қоясыз ба эфирді? Әрине сақталып қойылады. 17 жыл ауырып жүрмін, эутерокс 50 микрограмм ішіп жүрмін дейді. Егер 17 жыл 50 микрограммнан ішіп келе жатсаңыз, онда кішкене эльтироксиннен кету мүмкіндігі шектеулі болып қалар. Дегенмен келіп көріп, қазіргі таңда мынау заманауи тәсілдер бар. Заманауи, мысалы, Жапоннан келіп жатқан нотероид сияқты дәрі-дәрмектер бар. Солардың арқасында қайта қалғанша безін қоректендіре отырып, оның құрамындағы глютатионды қолдана отырып, қалғанша безінің қызметін үдету арқылы көп жағдайда эльтироксиннен кішкене төмендету, я болмаса толығымен алып тастау мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Алайда оны мүмкіндігінше келгеннен кейін сосын бағалаған дұрыс болар ма деп санаймын. Ержан доктор, Қызылордадан 26-сына барғанмын. Солып қалған емге баруым керек еді. Инемен солып қалған зобты толық жазыла ма? Солып қалған деген сөз ол инволютивті өзгерістер деп атайды. Инволютивті өзгерістер дегеніміз бұл қалқанша безінің, яғни кішіреуі, гипоплазиясы. Гипоплазия дегеніміз бұл қалқанша безінің солғын тартуы, төмендеуі. Көп жағдайда енді біз дәрілерді сосын жауап бересің. Көп жағдайда біз оны қалай емдейміз? Мынау планцитарлы материалдар бар. Бұлардың барлығы ерекше емдеу тәсілдеріне жатады. Планцитарлы материал дегеніміз бұл бала жолдасынан дайындалған материалдар, жапон өнімі болып саналады. Мелсман, Лайнек сияқты дәрі-дәрмектер. Енді оның да сол таза Жапоннан келгені дұрыс, себебі оның да Кореядан, не болмаса Ресейден келіп жатқандары да бар. Сол себепті егерде осы дәрі-дәрмектермен емдеп қараса, мүмкіндігінше енді біз тек себепшіміз, бәрі Алланың қолында, дегенмен көп тиімділігі тиіп жатады. Сол себепті емдеп көрген дұрыс деп санаймын. Ары қарай. Астана қаласына қашан келесің? Мен жаңа ғана айтып кеттім. 17-18 сәуірде. 17-18 сәуірде. Анти-ТПО-ны қалай немен түсіруге болады? Анти-ТПО-ны иммунитетті жөндеу арқылы түсіріледі. Яғни иммуномодуляторлар қолданылады. Және де егерде қалқанша безі қызметі бұзылмаған болса,
онда таза тек қана иммуномодуляторларды қолданғанымыз дұрыс. Себебі қалқанша безі бұзылмағандығын қай гормон көрсетеді? ТТГ гормоны. ТТГ гормоны өз қалпында болып, тек қана АТПО жоғарылаған болса, онда ол иммуномодуляторлар арқылы емделеді. УЗИде бәрі жақсы, бірақ анализде ТТГ не жасау керек? Жаңа болған сияқты еді ғой. Шаршағыштық бар дейді. Ол ТТГ жоғарылаған деген сөз, ол гипотиреоздің белгісі. Сол себепті тез шаршағыштық, яғни гипотиреоздің белгілері болып саналады. Ол кезде шаршағыштық, селқостық, бейғамдық орын алады. Соның бірі мынау қазір сіз айтып отырсыз, шаршағыштық белгісі. Ол кезде қайтадан айта кететінім, жаңа қалқанша безінің жұмысын ынталандыратын дәрі-дәрмектер қолданылады. Емізіп жүргенде қайта мастит болу гормонға байланысты ма? Дауысы үнемі шаршап жүретін адам сияқты болып қалды. Жоқ, емізіп жүрген кезде мастит ол көбінесе гормонға аса байланысы жоқ. Емізу кезінде біздің гормондардың ішінде тек тиесілі гормон бұл қалқанша гипофиздан бөлінетін пролактин деген гормон ғана бар. Сол гормонның көптеп бөлінген кезінде бұл сүттің бөлінуін қамтамасыз етеді. Бұл жерде енді больше мамологиялық мәселе болып тұр. Яғни сүт өзектерде тұрып қалмауы керек. Осындай нәрсеге назар аударған дұрыс. Ол жөнінен енді маммолог дәрігерлер жауап берген дұрыс болар. Гормональды жүйеге аса қатыстылығы жоқ. Зобтың токсический зоб екенін қайдан білуге болады? ТТГ норма, бірақ мойында ісік бар сияқты. Токсический екені оның ТТГ гормоны және Т3, Т4 гормоны, оның бос фракциялары Ф3, Ф4 гормондарын тексеру арқылы анықтауға болады. Ол сол гормондар токсический ме, токсический емес пе көрсетеді. Жапониядан келген дәрілердің бағасы қанша? Жапониядан келген дәрілердің бағасы 6 айлық, яғни 1 айлыққа есептейтін болсаңыз, мысалы нотироидтың бағасы ол 12 мың, яғни себебі оның құрамында глютатион мен йод бар. Ол 1 айлығы. Ал егерде бір құтыда 6 айға жететін мөлшерде болады, ол 70 мың теңге тұрады. Бірақ ол 6 айға жетеді. Ал жаңағы алабесік деген ол никотинамид мононуклеотид, яғни энергия көзін беретін дәрмек болып саналады. Енді өздеріңіз оны интернеттен де оқысаңыздар болады. Бұл көбінесе зат алмасу процесінде митохондриядан бөлінетін энергияның негізгі көзін қалыптастыратын энергетикалық материал ретінде танылады. Кофермент ретінде қабылданады. Сонымен қатар оның құрамындағы аминолуневый кислота дейміз, аминолуневый қышқыл. Осының әсерінен ол иммунитет жөндейтін дәрмек болып саналады. Бұның құны 75 мың теңге болып саналады. Ол 3 айға жететін мөлшерде құтыда беріледі. Бұлардың барлығы Жапонда өзі ресми сатылымда, ресми дәріханалық дәрілер болып саналады. Сол себепті бағасы осы шамада. Доктор консультациясын алып көріңіздер, диагнозыңызды нақтылау үшін дейді. Рахмет сізге. Кеңесіңізге рахмет үлкен. Басқа кісілерге беріп жатқан кеңесіңіз болар. Рахмет сізге. Нотироид іше беруге бола ма? Жоқ, төмен тағы. Нотироид іше беруге бола ма зобы жоқтарға? Болады, себебі бірақ таблеткадан ішуге болады. Бірақ таблеткадан ішуге болады. Себебі бір таблеткадан ішуге болатындығы оның құрамындағы йод организмнің күнделікті қажетті мөлшерімен негізделген. Сол себепті қажетті мөлшерде ғана қолдану керек. Ол былай түсіндірейін, кішкене неғып кеттім. То есть 200 микрограмм ол адамға күнделікті қажетті мөлшер. Сол себепті оны ішсеңіздер, бізде тем более йод басқа
былай ауадағы концентрациясы төмен болуына байланысты профилактикалық мақсатта іше берсеңіздер болады, зобы жоқтарда. Ал зобы барларда ол бірінші дәрігер кеңесін талап етеді. Себебін түсіндірейін. Себебі зобта егерде түйін болып қалатын болса, немесе оның қызметі артып кеткен жағдайда, онда йод болмайды. Неге десеңіздер, түйінде болады. Қандай жағдайда? Егерде түйін белсенсіз болса, неактивный узел болатын болса, оны біз арнайы тексеріс арқылы айқындаймыз. Яғни қалқанша безі қызметі жоғарылағанда, немесе белсенді түйін болған жағдайда йоды бар тағамдарды, йоды бар дәрі-дәрмектерді қолдануға тыйым салынады. Себебі біріншіден қалқанша безі арту барысында йод ол көп болып тұр организмде итакта. Сол себепті ол керісінше одан ары үдетеді. Ал түйіннің белсенді түрі болған кезде йодты қолданатын болсақ, ол керісінше түйінді өсіріп жіберу қаупі бар деп саналады. Ары қарай. Сол себепті керісінше зобы барлар дәрігер кеңесіне жүгініп барып қолданғаны дұрыс. Егер гипотиреозда ғана біз бере береміз еркін. Ал зобы жоқтар профилактикалық мақсатта қолдана беруіне әбден мүмкіндіктері бар. Гормон пролактин көп дейді. Пролактин көп деген сөз бұл әсіресе әйел организміне біршама дер кезінде тексеріліп тұратын жағдай болып саналады. Себебі пролактин бұл емізулі әйелде сүттің өндірісін қалыптастыру мақсатында бөлінетін организмдегі физиологиялық процесс болып саналады. Ал егерде ол себепсіз бөлінетін болса, онда ол бедеулікке алып келуі мүмкін. Яғни ол ертең жүктіліктің туындауына кедергі беруі мүмкін. Сол себепті біз бедеулік кезінде бірінші кезекте эндокринологтар ретінде бірінші тексеретініміз осы пролактин гормоны. Ол енді жиі осы пролактин гормонымен сипатталып жатады. Ол келіп арнайы ем тағайындалған жағдайда пролактин гормонын түсіре отырып, яғни жүктіліктің орын алуына себепші болып жатамыз. Бұл әрине өте маңызды гормондардың бірі болып саналады. Йод препараттарын ішу кезінде қалқанша безінің семуі болуы мүмкін. Сондықтан өзіндік ем тағайындамаңыздар. Енді сіз дәрігер болсаңыз, онда біршама тағы не қылдырдық? Йод дегенді бізде былай өздеріңіз түсініңіздер. Жаңа оймен біршама дұрыс, йод препараттары осы жерде өте маңызды нәрсе бар мына жерде. Маңызды нәрсенің бар нәрсесі ол былай, қараңыздар. Егерде ол дәрі-дәрмек болып саналатын болса, дәрілік зат ретінде қабылдауды кішкене с осторожностью дейді қой, сақтықпен относиться етуіміз керек. Яғни ол дәрігердің тағайындауын талап етеді. Жаңағыдай суточный доза, яғни тәуліктік дозасы реттелген органикалық йод қосылған дәрмектер, қоспалар болатын болса, оларды қолдана беруге болады. Алайда егерде ол дәрілік зат ретінде қабылданған болатын болса, ол дәрілік зат ретінде бекер қабылданған жоқ. Ол сәйкесінше жаңағыдай ой дұрыс. Дәрілік зат кезінде ол жаңа ескерте кеттім, йодпен қандай асқынулар болуы мүмкін екендігін. Сол себепті сол асқынулардың алдын алу үшін, болдыртпауы үшін міндетті түрде дәрігер кеңесі керектігі рас. Көп жағдайда біз еркіндікке беретініміз бұл йоды бар тағамдарды Қазақстанда біз барлығына кеңес береміз. Оны еркін қолдана беруге болады. Себебі біздің Қазақстанда йод жеткіліксіздік өңір болып саналады. Зобы жоқтар. Зобты болдырмау мақсатында. Зобы барлардың барлығы мүмкіндігінше дәрігер кеңесінен кейін шешім қабылдағандары дұрыс. Сол себепті сіздің ойыңызбен де толығымен келісем, кей жерінде мысалы дәрілік зат ретінде айтқаныңыз өте орынды. Қызылордаға енді жоспарда бар, келіссөздер егер жүзеге асырылып толығымен клиника қалыптастырылатын болса, бірлесіп жұмыс жасауға, онда қосымша хабарды толығымен парақшада беріп отыратын боламын. Ақтөбеге де қатысты осындай жауап.
Енді сізге келгенде жаңа ғана жауап бердім. Оған УЗИді мен өзім де жасаймын. Мүмкіндігінше қолыңызды ала келуге келгеніңіз дұрыс. ДТС 100% емделе ме? Мен өз тарапымнан я деп жауап беремін. Енді көп жағдайда қазір эндокринологтар, мүмкін арамызда бар шығар эндокринологтар, қалай ол емделеді, оны операцияға жіберу керек, оны міндетті түрде я білемін, оның барлығы протокол бойынша, хаттама бойынша, оның барлығы солай жазылып, айтылып кеткен. Бірақ мен бүгінгі таңда енді өздеріңізді алдарыңызда парақшадан да көріп отырған боларсыздар, қандай тұлғалар келіп емделіп кетті осы диффузный токсический зобтан. Барлығы ешқандай операциясыз, ешқандай радиоизотопсыз, емсіз, толығымен айығып, қазіргі таңда өздеріңіздің алдарыңызда жүріп, өнер көрсетіп жүргендер де бар. Міне сол себепті мен толығымен я емделеді деп жауап бере аламын. Зобтың токсический зоб екенін қандай жаңа ғана өткен сияқты олардың бәрі ше. Мына жерде сіздің қарау бағаңыз қанша, шамамен қанша қаражат керек? Қарау бағасы бірінші реттік консультация 18.000 теңге тұрады Алматы қаласында. Енді басқа қалаларда мынау жол жүру құны несі қосылуы мүмкін. Сол себепті жергілікті жерде мен барлық жерде өздерінің администраторлары бар. Сол жерде толығымен ақпарат беріліп тұрады. Менде гипотереоз 17 жыл болды, емделеме әутерок ішіп жүрмін. Келіп егерде жеке консультация барысында шешіледі бұл мәселе. Себебі біршама мынау қалқанша безінің қызметін ынталандыратын дәрі-дәрмектерді беріп көреміз. Оны қайта міне бүгін бүкіл эфир барысында айтып отырмын. Бірінші қалқанша безін ынталандыратын дәрілер беріледі. Содан кейін барып соған қалқанша безінің қандай жауап беретіндігін бағалай отырып айқындауға болады. Ақтөбеге келіңіз, жаңа енді егерде клиника анықталып жататын болса, әрине ол толығымен қарастыруға мүмкіндік туындайды. Негізі қай қалада тұрақты қабылдайсыз? Алматы қаласында тұрақты қабылдаймын. Алматы қаласы Қабдолов көшесі 26 Авиценна клиникасында жеке қабылдау жүзеге асырылады. 221 кабинет. Күнделікті сағат 8:00-ден 13:00-ге дейін қабылдау жүзеге асырылады. Женский гормон дұрыс емес, оны емдей аласыз ба? Енді гормонның барлығы эндокринологтың негізгі былай емдейтін сырқаттары болғаннан кейін, әрине ол гормональды өзгерістер біздің емдеуге жататын жағдай болып саналады. Алматыға барғанда барсам, мекен жайыңызды жазып кетсеңіз, міндетті түрде күнделікті посттың астында жазылып кетіп жатыр. Қабдолов көшесі 26, Авиценна клиникасы 221, 219, 211 барлық кабинеттерден бірінде дневной стационар барлық сол жерде қойылған. Келіп емделсеңіздер болады. Ары қарай сәлеметсіз бе Әтлікөзден, рахмет ниетіңізге үлкен. Әрине сізге басыңызға амандық, дендеріңізге саулық тіледім барлықтарыңыздың. Себебі ең басты құндылық бұл әрине денсаулық. Денсаулықтың қадірін аурудан сұра деп жатады ғой. Енді біз ондай жағдайға жетпей, деніміз сау болған кезде сол денсаулығымыздың қадірін түсіне білейік. Себебі біз қазір біздің ойнағанымыз да, біздің күлгеніміз де, енді қаншама мен енді 25 жыл тәжірибе жасап отырғаннан кейін көріп отыратын жағдай, көбісінің енді қаншама сырқаттарды көріп жатамыз. Ең бастысы сіздерге тілерім, осындай ауыр жағдайға жетпей, мүмкіндігінше дер кезінде дәрігерге көрініп, мүмкіндігінше дәрігерді тек қана аурудың алдын алу үшін көмегіне жүгініп отырсаңыздар, ол мен тек қана сондайға тілектес болар едім барлықтарыңызға. Себебі әрқайсыңыздың жеткен жетістіктеріңіз, мысалы біз үшін ол да үлкен қуаныш, дәрігер үшін ол үлкен жетістік. Жаңа мысалы өздеріңіз ілтипат танытып, өздеріңіздің ой пікірлеріңіз жазып жатырсыздар. Оның барлығы шынайы келген кезде, енді на душу бальзам дейді орысша айтқан кезде, ол бір жағдай. Екінші жағдай, сондай кез келген сіздердің берген үлкен бағаларыңызды мен өзімде ойлаймын, жаңағы сіздер жазып жатырсыздар, тіл көзден аман болыңыз деп, соның барлығын сақтап жүрген осы сіздердің ниет
өз сіздердің беріп жатқан пікірлеріңіз, сіздердің беріп жатқан ілтипаттарыңыз деп танып білемін. Сол себепті мен де сіздерге осындай жылы лебіз танытқым келеді. Ең бастысы деннің саулығын осы деніміз сау болған кезде қолдасақ дұрыс, қолдау табуына ықпал етсек дұрыс болар еді. Енді мынау эфиріміз уже 1 сағаттан асып кетті. Сол себепті біршама мына жерде сұрақтар әлі тоқтаусыз кетіп жатыр. Әрқайсыңыздың көңіліңізді қалдырмай істеп жатырмыз. Мына жерде дейді 2022 жазға барғам, сізге демала алмай, система укол алып демім ашылды ғой, тағы барғым келіп жүр. Әрине келіңіз, рахмет. Міне осындай ілтипаттарыңызға, осындай ниеттеріңізге, енді осындай ниет білдіргеннен кейін, әрине біз бір-бірімізге осындай жылы сөз білдіргеннен кейін, әрине біріншіден бізден шыққан ем сіздерге қонымды болады. Сіздер осындай ілтипат танытқаннан кейін, біз үшін үлкен жауапкершілік шақырғаннан кейін, біз де міне отырып алып мынау кітабымызды ақтарып күні бойы тағы қандай жаңалық шықты, мысалы қандай нелер шықты деп, осының барлығын зерделеп, мынаның барлығын осылай мына эндокринологияны алып, барынша қарап, реттеп, зерттеп отырамыз міне. Сол себепті ол сіздердің берген бағаларыңыз осының негізі, яғни осылай күнделікті ізденісті туындататын жағдай болып саналады. Ал онда сізге узловой зобтың 2 сантиметр қалай емдеуге болады? Жаңа тағы осы сұраққа жауап берейін, тағы бір рет, сосын біршама енді эфиріміздің уақыты аяқталуына байланысты жиі өткізіп жатырмыз енді эфирді. Мүмкін сенбі күні өткізіп те қалармыз күндізгі уақытта. Мынаған жауап бере кетейін. Сосын ары қарай сенбі келесі эфирларда ары қарай жалғастыра береміз өзіміздің сұрақтарымызды. Узловой зоб 2 сантиметр болған кезде оны пункция жасау керек. Пункцияның нәтижесіне қарай, клеткалардың құрылымына қарай мен сіздерге склеротерапия ұсынған болар едім. РЧА қолдануға болады, лазер қолдануға болады, бірақ мен сізге склеротерапия ұсынған болар едім, себебі ол ең зерттелген, ең кең тараған әдіс болып табылады әлемдік тәжірибеде. Сол себепті осылай тағы қосымша ақпаратты бере жатармыз. Ал енді қоштаса алмай кеттік қой мына жерде бір-бірімізбен. Құдай қаласа, енді сенбі күні кездескенше сау саламатта болайық. Эфирімізді осымен тәмамдайық. Сенбі күні Құдай қаласа тағы қосымша осындай уақыт белгілене басталады. Осылай прямой эфирде кездесіп тұрайық. Аман болайық. Бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық тіледім. Теперь так, король против рыцаря.